таудекіге жарасын, тастың қаша барасын. Кесіп өтіп кезеңді аягөз қайда барасың. Тарбағатай тауынан 90 сала қосылып, 9 өзен түйісіп, ақтың төмен жосылып. Дулат Бабатайұлы Аягөз өзенімен осылай сырласқан. Армысыздар ағайын, біз дәл қазір тарихы тереңнен сыр шертетін абыздар мен аңыздардың еліндеміз. Бұл бағдарлама республикадағы экономикасы қуатты, ісі ілгері аудандарды ғана эфирге шығарады. Бүгінгі бағдарламаның шығарылымы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына арналмақ. Аягөз ауданы Шығыс Қазақстан облысының батыс бөлігінде орналасқан. Әкімшілік аумағы 1928 жылы құрылған. Жер көлемі 49,5 мың шаршы шақырымды құрайды. Тұрғыны 74.580 адам. Бағдарлама жүргізушілері алдымен Аягөз ауданының әкімі Бақытжан Кәкенғажыұлына жолығуды жөн санады. Мемлекеттік бағдарламалар елбасымыздың алдымызға қойып отырған басты міндеті ол жергілікті әкімдіктер, осы жергілікті атқарушы органдар ең бастысы осы мемлекеттік бағдарламалар іске асыру керек. Басқа салаларды алатын болсақ, жалпы мына бізде 22 ауылдық округ және қала бар. Қазіргі ауылды жерлерде басты мәселе бұл жолмен қамтамасыз ету, сонымен таза сумен қамтамасыз ету. Бүгінгі күнде біз енді республикалық бюджеттен 5 жобаны іске асырып жатырмыз, оның ішінде 2 жоба қаладан. Бұл Аягөз қаласының 4-ші кезеңі, судың 4-ші кезеңі, жаңа жөндеу жұмыстары, жаңа Аягөз қаласының кәріз жүйесін қалыпқа келтіру бірінші жүйесі, және 3 ауылдық округта осы су жүйесін қалыптастыру бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр. Алдымен ауданды көрермендерге қалай таныстырамыз, соны шешіп алайық. Но біздің бар ғой, соңғы бір 9 сағат нүктеміз бұл Бидайық ауылы болсын. Бидайыққа бірге барамыз, содан кейін бірге Қозы-Көрпеш Баян сұлудың кесенесіне келеміз. Жақсы. Мен онда ауданның тіршілігінің күре тамырына айналған темір жолға барам. Аудандық білім бөліміне барайында салынып жатқан жаңа мектептің құрылыстарымен танысайын. Жақсы. Онда мен ТМД-да ең үздік атанған танк бригадасына барам. Жақсы. Сарыарқа ауылы бар осы Аягөз өңірінде, бір тіршілігі қомақты, қазір шаруасы өргөден болып тұрған, мен соны танысып қайтайын. Ендеше мен республикалық индустрияландыру картасына енген Ақтоғай кен байыту комбинатына жол тартам. Сен оған барып келгенше біраз уақыт өтеді. Яғни онда мен Аягөздегі кірпіш зауытына кіріп шығайын. Жақсы онда. Сәттілік. Жақсы. Байланыстамыз. Жол болсын. Жүргізушілер нысандарды анықтап алды. Думан темір жолды бетке алса, жан жігіт білім бөлімінің жетістіктеріне зер салмақ. Аудан орталығы Аягөз қаласының келбеті соңғы 3 жылда айтарлықтай өзгерген. Орталықтағы саябақтары жаңарып, көшелері абаттандырылды. Өткен жылы 201 шақырым 387 метр жолына жаңадан асфальт төселген. Осының нәтижесінде жолдардың жағдайы 53%-ға жақсарған. Аягөздің тарихында халықтың рухани әлеуметтік жағдайының өсуіне, мәдениеттің дамуына, экономиканың өркендеуіне айрықша ықпал еткен Түркістан Сібір темір жолы болатын 1926-31 жылдар салынды. Бұл темір жол вокзалы 1930 жылы жұмысын бастаған. Қазіргі таңда тәулігіне 16 жұп жолаушылар пойызды өтіп, күніне 800 мың адамды қарсы алып, шығарып салады. 2012 жылы күрделі жөндеуден өтіп, жолаушыларға барлық жағдай жасалған. 2016 жылы аудандық әкімшіліктің қолдауымен бекет маңындағы жолдар жөнделіп, автотұрақ жасалды. Аягөз станциясының негізгі көрсеткіші бұл жүк айналымы.
жүкті тиеу, жүкті түсіру болып табылады. Қазіргі деңгейде жүк айналымы бізге берілген жоспар 1720 вагон тәулігіне. Біз орындап отырмыз 1820 вагон. 100 вагонға жоғары орындалып отыр. Қазіргі мына Evolution тепловоздарды осы Қазақстан бойынша 4-ақ жерде бар. Соның бірі осы Аягөз өңірінде орналасқан. Күніне 3-4 тепловоз құрастырып, жөндеп шығарады. Аягөздей 9 жолдың турауында тұрған киелі мекеннің темір жол саласындағы жетістіктерлігі осындай. Ал мен Жан-жігітпен хабарласайын. Сәлем досым. Сәлем Думан. Мен нөмір 3-ші орта мектепке кірейін деп тұрмын. Жергілікті бюджеттен 147 миллион теңге бөлініп жасалған құрылыс жұмыстарымен танысатын болам. Жақсы, онда мен жоспардағыдай танк бригадасына барам. Хабардамыз. Білімді ұрпақ ел болашағы. Аудан бойынша 2016-2017 жылдарға арналған білім көрсеткіші 66,5%-ға жоғарылаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,3%-ға артқан. Білім сапасы оқу ошақтарының материалдық техникалық жағдайына тікелей байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Осы мақсатта ауданда 2016 жылы 28 мектепке, 2017 жылы 14 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның 11 мектебіне жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 128 миллион теңге бөлінсе, қалған 17 мектептерге жергілікті бюджет есебінен 389 миллион теңге бөлінді. 2017 жылы 16 мектепке жөндеулер жүргізілді. Екі мектепте болдым. Мына мектептердің мұғалімдары үлкен тамаша білімді үлгі көрсетіп отыр. Мына осы жылда мысалы елімізде 8 бала ентіні 138 балмен алса, оның екеуі осы қаладан шыққан. Мен ана өткен үлкен конференцияда барлық ұстаздарға осындай тамаша үлгі Аягөзде бар айтқамын. Бүгін де көзім жетіп отыр. Мектептерге жаппай жөндеу жұмыстарын жүргізу Аягөзде бұрын соңды мұндай қарқын алмаған. Әсіресе шалғайдағы ауыл мектептерін ретке келтіру қаражат тапшылығына байланысты кейінге ысырыла беретін. Ауданда білім саласындағы ұзақ жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан мәселе оқу ошақтарындағы орын тапшылығы болатын. Осы мәселені шешу мәселесімен мына мемлекеттік бағдарлама арқылы, қазір Нұр жол бағдарламасы арқылы 2 мектепке қаражат бөлінген. Оның біреуі былтыр бөлініп, биылғы жылы 600 орындық мектептің құрылысы аяқталатын болады. Және де жергілікті бюджеттен 157 миллион теңгеге бұрын авариялық жағдайда тұрған мектепті толығымен қайта жасап шығып, тағы бір қосымша бастауыш мектеп аштық. Осы оқу жылының басталында осы мектепті ашып қазір балаларды кіргізген болатынбыз. Бұл енді осыменен биылғы жылы жалпы біз 1300 баланы мектептегі орынмен қамтамасыз ету мәселесін шешейік деп отырмыз. Сонымен қатар оңтүстік әскери қалашығындағы 600 орындық мектеп құрылысы да басталды. Жұмыс бүгінгі таңда қарқынды жүріп жатыр. Шалғайдағы елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге апару үшін аудан бойынша 5 бағытта тасымалдау жұмыстары ұйымдастырылады. Өткен жылы нөмір 4-ші орта мектепте оқитын Ескімайлин елді мекенінің оқушыларына 8 миллион 480 мың теңгеге автобус әперілді. Сондай-ақ мұндай көлік Ақшәулі, Тарлаулы, Тарбағатай ауылдарының білім мекемелеріне де берілді. Ауданда білім бөліміне қарасты өнер мектебі жұмыс жасайды. Музыка, бейнелеу өнері және би өнерінен сабақ беріледі. Бұл жерде бүгінгі таңда 517 бала білім алуда. Жан-жігіт аудандық білім бөлімінің жетістіктерін көзбен көріп Сарыарқа ауылына бет алды. Ал Думан болса танк бригадасының жігіттерімен танысып жүр.
Бұл танк бригадасының тарихы тереңде жатыр. Негізі 1942 жылы 17 қаңтарда қаланған әскери құрылым Еуропаның бірнеше қаласын азат етіп, соғысты Балтық жағалауында жеңіспен аяқтаған. Қазіргі таңда бұл бригада ТМД-да үздік болып танылған. Тәуелсіз Қазақстанның қалқанына айналған бригадаға 2001 жылы елбасы жарлығымен қазақтың батыры Дарабоз қолбасшы Қабанбайдың есімі берілген. Батырдың атындағы 11-ші танк бригадасының бейбіт күнде де жеткен жетістігі аз емес. Қатарынан 5-ші жыл ол Мәскеу түбіндегі Алабина полигонында өтіп жүрген танк биатлонынан жүлдесіз қайтқан емес. Мұна әскери ауыр техниканың салмағы 40 тонна, ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 60 шақырым. Экипаж құрамы 3 адамнан тұрады. Механик, көздеуші және командир. 2000 метр қашықтықтағы нысанды жоюға қауқарлы. Аягөз ауданындағы жергілікті маңыздағы автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 408 шақырым. Бұл Аягөз жолдары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның қарамағында. Аудандық жолдардың 30 шақырымы қара жамылғы, 378 шақырымын қиыршық тас құрайды. Жан-жігіт 70 шақырым жолды артта қалдырып, Сарыарқа ауылына да келіп жетті. Дума, қалайсың? Сәлем жан-жігіт, қалайсың? Маған мұнда 11-ші танк бригадасының жігіттері ұрыс әдістерін көрсетіп жүр. Өзің қайдасың? Сарыарқа ауылына келдім, қазір ауыл жұртшылығымен танысатын боламын. Сәттілік. Аягөз ауданы Сарыарқа ауылдық округінің жер көлемі 108 000 гектар. Тұрғындар саны 1100 адам. 220 отбасы бар. Ауылдағы шаруа қожалықтары мал шаруашылығы мен егін шаруашылығын қатар жүргізеді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын қолдай отырып, туған жер бағдарламасы арқылы Сарыарқа ауылындағы көп жылдар қараусыз қалған саябақтың ішкі жөндеу жұмыстарына жергілікті тұрғындар көмегімен 5 миллион теңге жиналып жөндеуден өткен. Сондай-ақ 5 миллион теңгеге еңбек даңқы аллеясы, 1960 жылдары өндірісте болған ДТ-54 тракторы ескерткішке қойылды. Аллеяда осы өңірде еңбек етіп, ел құрметіне бөленген елді мекеннің мақтаныштары болған 27 орденді азаматтың бейнелері орналастырылған. Жалпы Сарыарқа ауылдық округында жыл сайын мал басы артуда. Бұның өзі ауыл тұрғындары үшін үлкен қуаныш, үлкен табыс болып есептеледі. Биылғы жылы мал тұқымын асылдандыру мақсатында береке бағдарламасы арқылы ауыл шаруашылық қолдау қорынан қыс айларында 39 миллион несие алынды. Бұл 39 миллион несиеге 240 пәтер қарама сатып алынып, мал саны біршама артты. Сарыарқа орта мектебінде 210 оқушы бар. Биыл 16 түлек мектеп бітірсе, оның ішінде 3 түлек алтын белгі иеленді. Ауылдағы мәдениет үйіне аудандық бюджеттен 15 миллион теңге қаражат бөлініп, жөндеуден өткен. 2016 жылдың қазан айында ауылдық округтың орта мектебіне спорт зал мен оқушыларға арналған асхана құрылысының жұмыстары басталған. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың күз айларында аяқталады. Аталған жұмыстарға жергілікті бюджеттен 183 миллион теңге бөлінген. Осы жылы Сарыарқа ауылының диқандары 4500 гектар жерді егістік даласына айналдырыпты. Оның ішінде 2800 гектар жер дәнді дақылға, 650 гектар майлы дақылға арналған. Жер анадан нәр алып, бақ пен берекенің, ырыс пен құттың бастауы болып отырған ауыл тіршілігі осындай. Иә, ауыл бәріміздің алтын бесігіміз, кіндік тамырымыз. Қазақтың қасиетті төрі, Ақтайлақ би мен Байғара бидей бабаларымыздың жатқан жері Сарыарқа ауылының бүгінгі келбеті осындай. Бұл мемлекеттің индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында республикалық индустрияландыру картасына енген Казминералс Ақтоғай жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Ақтоғай тау-кен байыту комбинатының құрылыс жобасының жалпы құны 350 миллиард теңгенің инвестициясын игерді.
Бұл жоба арқылы игерілген инвестиция ауданның экономикалық әлеуметтік дамуының негізгі капиталға құйылған инвестиция көрсеткішінің жоғарғы деңгейде орындалуына үлкен септігін тигізді. Жобаның бастапқы құны 237 миллиард 516 миллион теңге. Бүгінгі күнге 428 миллиард теңгені құрады. Қазіргі уақытқа келсек, 100% игерілді. Құрылыс басында 4500 адам еңбек етті. Ақтоғай кен байыту комбинатында биылғы жарты жылдықта 11 миллиард 497 миллион теңгеге 9842 тонна катодты мыс және 8 миллиард 570 миллион теңгеге 71 мың тонна концентратты мыс өндірген. Жұмысшылар саны 1500 адам. Казминерал Ақтоғай мыс өңдейтін Ақтоғай кен байыту орнындағы заводтың жұмысының басталуы. 2015 жылы заводта оксидтік комплекс іске қосылған болатын. Жалпы оның қуаттылығы жылына 15 мың тонна мыс өндіру жоспарланған. Енді ол завод қазіргі кезде өзінің қуаттылығын асып, биылғы жылдың жоспарында жылдың аяғына дейін оның қуаттылығы 20 мың тонна мыс өндіру жоспарланып отыр. Аудандағы құрылыс жұмыстарының көлемі 2016 жылы 117 миллиард 739,7 миллион теңге болған. 2015 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 295,7%. Ауданда 2016 жылы тұрғын үйлерді айналымға енгізу көлемі 14.403 шаршы метр. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 2,6 есе артық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өңірлерді дамытуға арналған бағдарламаларының арқасында жұмысы жолға қойылған мекемелер жетерлік. Аягөз ауданында өндіріспен айналысатын бірнеше кәсіпорын бар. Соның бірі кірпіш зауыты. Аягөз ауданы, Аягөз өңірі бойынша құрылыс материалының тапшылығы болды. Сол себептен халыққа бір жеңілдік жасайық деп осы заводты ашуыны ұйғардық. 2013 жылы құрылысты бастап, 2014 жылы тамыз айында іске қостық. Міне биылғы жылда уже көп үлкен объектілер осы біздің завод арқасында өзінің жаңағы мәресіне жетіп жатыр. Соңғы 3 жылда Аягөз өңірінде бірнеше өндіріс ошақтары ашылған. Соның бірі осы кірпіш зауыты. Бүгінгі таңда 40 адамды жұмыспен қамтып отыр. 2017 жылдың соңына дейін 140 миллион теңгеге 3,5 миллион кірпіш шығаруды жоспарлаған. Сонымен қатар Аягөзде құрылыс материалдарын шығаратын тағы бір кәсіпорынның қабырғасы қалануда. Ол Аягөз құрылыс материалдары комбинаты. Құрылыс кезінде нысанда 130 адамға, пайдалану уақытында 72 адамға жаңа жұмыс орны ашылмақ. Аталған ғимараттың қазіргі уақытта құрылыс материалдарын өндіруге арналған цехтың төбесі шатырланып, жабылды. 2018 жылдың соңына дейін барлық жұмыстар аяқталып, жылына 60 мың текше метр дайын темір бетон өнімдерін шығару жоспарланған. Аягөзде ауыл шаруашылық саласы жақсы дамыған. Мемлекеттің көмегімен соңғы 3 жылда 239 ауыл шаруашылық техникалар жаңадан сатып алынды. Жалпы аудан бойынша 1025 шаруашылық техникасы бар. Думан Ақтоғайдан Жанжігіт Аягөзден шығып, Шұбарта өңірі Бидайық ауылына бағыт алды. Шұрайлы өңірде мал шаруашылығы ежелден жақсы дамыған. Атап айтсақ, бұрындары осы өңірде 300 мыңнан артық ұсақ мүйізді өрген екен. Кешегі кеңес өкіметінде бұл аймақтан 3 социалистік еңбек ері шыққан. Бидайық ауылдық округінің жер көлемі 181.100 гектарды құрайды. Тұрғындар саны 810 адам, 175 отбасы бар. Бидайық Сатай Шағыра елді мекенінен тұрады. Округтегі тұрғындары мал шаруашылығымен шұғылданады. Табиғаты қатал болғандықтан егін шаруашылығы дамымаған. Ауылда орталықтанған су жүйесі бар. Мектепке дейінгі дайындық орталығы, пошта, мәдениет үйі, мешіт, тойхана халыққа қызмет көрсетіп тұр. Ірғара тұқымын арттыруда Шұбартау Агро және Шағырай әділет өндірістік кооперативі 680 аналық сиырды бағып күтуде. Биыл 2 кооперативке тағы да 17 бас асыл тұқымды қазақтың ақбас бұқасы қосылды.
Сонымен бірге Құралай, Жандос, Ақан, Құрманғазы шаруа қожалықтары қой басын асылдандырумен шұғылдануда. Ауылда қожалықтар жаз жайлау, қыс қыстау жүйесінде жұмыс істеуге көшкен. Бұл шабындық пен жайылымды сақтаудың таптырмас әдісі екен. Мынау Абылай шаруа қожалығының мал сою алаңы. Бүгінгі таңда Бидайық ауылында осындай екі орталық заңды түрде жұмыс істеп тұр. Мектепте 136 бала оқиды. Биыл 7 бала мектеп бітірсе, оның бірі алтын медаль иеленіп, енді бір үздік аттестат алды. Мектеп ауылдың тумасы Мұқатай Әбуөловтің атында. Мұқатай Әбуөлов атамыз Аягөз ауданынан шыққан жалғыз кеңес одағының батыры. Атамыздың құрметіне ауданның орталық алаңында үлкен ескерткіш қойылған. Саябақ ішіне жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы арқылы 980 мың теңге бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілген. Туған жер бағдарламасы аясында кәсіпкерлердің көмегімен 2 миллион қаражат жиналып, саябақтың сыртқы қоршауы жөнделді. Ұлы Отан соғысында қайтыс болған, соғыстан аман-есен елге келіп, халқына қызмет жасаған, бүгінде ортамызда жоқ ардагерлерімізге арналып аллея жасалыпты. Айбынды аймақ бағдарламасының жүргізушілері Аягөз ауданының тыныс тіршілігімен таныса отырып, табиғатымен тылсым құпиялы тарихына тамсанып та жүр. Міне, аттың басын таңсыққа бұрып, қос ғашықтың кесенесіне табан тіреді. Қозы көрпеш Баян сұлу мазары Аягөз ауданы Таңсық ауылының қасында. Аягөз өзенінің оң жағалауында орналасқан. Мазар табаны 4 бұрышты таған түрінде. Жоғары қарай сүйерленіп, күмбезделіп өрілген. Биіктігі 11,65 метр. Қабырғасы гранит, қалақ тастан сабан аралас балшықпен қаланған. Қалыңдағы 1,86 метр. Кірер есігі шығысқа қаратылған. Қозы көрпеш Баян сұлу кесенесі 8-9 ғасырларда тұрғызылған. Бүгінгі таңда мемлекеттің қорғауындағы жәдігерлеріміздің қатарында. Айбас батыр бұл кесенені 50 мың адаммен салған. Аягөз бойындағы тайпалардың адамдары атпен тізбектеле тұра, бір қолдан бір қолға жеткізген. 3 көш жерден, яғни қазіргімен айтқанда 90 шақырымнан тас тасып, Аягөздің биік белесіне күмбез тұрғызған. Бұл Жанақ ақынның айтуы бойынша жеткен мысал. Қалай дегенде де қос мұңлықтың күмбезінің сыры тереңде. Жол түсіп ұрпақ Таңсыққа барсаңы тегенедей, бір соқпай кетпе күмбезге сонау көрінген. Қазақтың осынау қасқайып тұрғаны төрінедей, бабаларыңның махаббаттары көңілінен. Аягөз деген аядай бұлақ деседі, шорттарда қалған жұмбақты кімдері шешеді. Аягөз болып ғасырлар алға көшеді. Аягөз аяй арулар елау кешегі. Аягөз аяй арулар елау кешегі.